Парк юрского периода киносындағыда гиганттар біздің жерде де тіршілік еткен. Қазақстандағы динозаврлардың жыртқышы да, веганы да болған. Бүгін солардың бесеуіне тоқталамыз. Алғашқысы Қазақстанозавр. Жыртқыш ихтиозавр 100 миллион жыл бұрын су астында мекен еткен. Оның сүйектерін 2016 жылы Орал қаласы маңынан мектеп оқушылары тауып алыпты. Алып жануар автобус сияқты ұзын, ал көзі тәрелкедей үлкен болған. Бұл Маңғыстауда 80-100 миллион жыл бұрын тіршілік еткен плезиозавр. Суда балықша жүзетін кесірткенің ұзындығы ойлаш 20 метрге дейін жеткен. Ежелгі Тетис мұхитының түбінде аузына түскенді асап жүрген монстрдың омыртқа сүйектері қараш қаз қалпында сақталыпты. Ал мынау Эмбозаурус минакс, су астында емес жердің бетінде мекен еткен жыртқыш динозавр. 1931 жылы Ақтөбе облысындағы Ембі өзені маңынан омыртқа сүйектері табылған. Аралозавр деген динозаврдың қай жақтан екенін түсінген шығарсың. Үйрек тұмсықты болғанмен ол құрлықта мекен еткен. Қаңқасы Қызылорда және Жетісу облыстарынан табылған. Аралозавр шамамен осындай болған дейді Лондондағы табиғат тарихы музейіндегілер. Парк юрского периодадағы атақты америкалық тирекс. Жоқ, бізде оның өзі емес, азиялық бауыры мекен еткен. Тарбозавр дегенің 70 миллион жыл бұрын Жетісу облысындағы баста таман болған сияқты, салмағы 10 пілге пара-пар болған. Жақсы егінің бір бөлшегінің өзі осындай ғой. Ебой, Қазақстанда динозаврлардың 10 шақты түрі мекен еткен, біле білсең.